Армысыз қадірлі көрермен, Жетісу арнасының эфирінде Зерде интеллектуалдық бағдарламасы. Бүгін осы маусымның қорытынды хабары, яғни финал, өздеріңіз куә болғандай, бірнеше айдың көлемінде облысымыздың әр аймағынан келген 45 оқушы осы білім сайысында бақтарын сынады. Олардың бесеуі үздік нәтиже көрсетіп, бүгінгі ақтық мәреге жетіп отыр. Бірден таныстырып өтейін. Арман Жарылқасынов, Жамбыл ауданы Наурызбай Батыр Құтпанбетұлы атындағы орта мектебінен келіп отыр. Және Әділет Шәден, Райымбек ауданы Байшықанұлы атындағы орта мектебі. Және Сәти Шерқұлова, Қарасай ауданы Үшқоңыр орта мектеп гимназиясы. Төртінші қатысушымыз Нәзірке Смағұл, Сарқан ауданы Абай атындағы орта мектеп. Және бесінші қатысушымыз Мағжан Төлепбек, Қарасай ауданы Әл-Фараби атындағы мектеп гимназиясы. Бәрекелді 5 қатысушымыз 5 ауданнан келіп отыр. Әрине, бұған дейін бірнеше кезеңдерден сүрінбей өттіңіздер. Финалға жетудің өзі үлкен жеңіс деп ойлаймыз. Бірақ әрине жүлдеден әрқайсыңызда үміттісіздер. Жақсылап дайындалып келген шығарсыздар. Бәрекелді, біз сіздерге сәттілік тілейміз. Бүгін оза шапқан қатысушыға 2 миллион теңге бұйырады. Екінші орынға 1 миллион, үшінші орынға 500 мың теңге қарастырылған, және төртінші, бесінші орындарға да ынталандыру сыйлықтары бар. Әрине, кім қандай жүлдеге ие болатын оны уақыт көрсетеді. Ал дәл қазір дайын болсаңыздар, біз сіздердің мынау мінбердегі орындарыңызды анықтап алайық. Олай болса, келеу Арман, өзім басылым. Нөмірі 5-ші нөмірлі шар. Нөмірі 4-ші. Нөмірі 1-ші. Нөмірі 3. Нөмірі 2. Сонымен Зерде интеллектуалдық бағдарламасы ақтықсын бірінші кезең бәйге деп аталады. Өздеріңіз білетіндей, әрбір қатысушыға 15 сұрақтан қоямыз. Әрине 1 минут уақыт беріледі. Осы уақыттың ішінде қаншасына жауап беріп үлгересіздер, соған қарай ұпай беріледі. Әрбір дұрыс жауап 1 ұпай болып саналады. Бізде бірінші болып сұраққа жауап беретін Сәти. Дайын болсаңыз бастайық. Сізде 1 минут уақыт бар. Гөрі үшін сайын шылаудың қай түрі екенін айтыңыз. Септелік шылау. Дұрыс. Абайды әкесі неше жасында? Семей қаласында оқуға жетті. 10 жасында. Қазақстан Республикасы атауы қай жылы қабылданды? 91 жыл, 1991. Дұрыс. Екіге бөлгенде қалдық беретін сандар қалай аталады? Қалдықсыз бөлінетін? Тақсандар. Жасушаны зерттегенде қолданылатын негізгі құрал? Микроскоп. Жарық микроскопы. 1 градус меридиан доғасының ұзындығы қанша? Білмеймін, келесі. Ағылшын ғалымы Исаак Ньютонның бүкіл әлемдік тартылыс заңын ашуына не себеп болды? Алма үстіне құлады. Дұрыс. Мырыштың алюминиймен құймасы? Білмеймін, келесі. Мезгіл бағаныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемнің сұрағын айтыңыз. Қашаннан қашанға дейін? Қашанға дейін, е. Батырлар жырының негізгі тақырыбы қандай? Ерлік белгілі бір тарихи оқиғаға негізденген ерліктері. Дұрыс, қабылдаймыз. 20 ғасырдың Гомері атанған ақын? Жамбыл Жабаев. Дұрыс. Жазыңқы бұрыш неше градусқа тең? 180 градус. Жасуша деген терминді алғаш қолданған ғалым? Келесі. Сәти, сізге 13 сұрақ қойып үлгердік, соның 9-ына дұрыс жауап бердіңіз. Екінші бізде Мағжан. Дайын болсаңыз бастайық. Дайын. Алпамыс батыр жырының қазақ тілінде қанша нұсқасы бар? 2. 10. Қазақстан нағыз экологиялық апат аймағына айналған жыл? Келесі. Жай бөлшектің неше түрі бар? 2. 3. Гомологты хромосомалардың өзара жақындасуы мен жабысуы қалай аталады? Келесі. Сөз бөлшектері қалай айтылса, солай жазылады. Бұл қай принцип? Морфологиялық принцип. Фонетикалық принцип. Су атасы деген мағынаны білдіретін өзен? Миссисипи. Дұрыс. Жылдамдық қандай прибормен өлшенеді? Спидометр. Дұрыс. Иондық байланысы бар қосылыс? Металл мен бейметалл арасында. Калий хлориді. Қазақ тілінде буынның неше түрі бар? 4. 3 түрі бар екен. Шалки жыраудың толғаулары қай ғасырда хатқа түсті? Кемелденген социализм орнады деп жариялаған қайраткер? Сәдуақасов.
Брежнев. Тең қабырғалы үшбұрыштың бұрышы неше градусқа тең? 60. Жасушаның бөлінуіне дейінгі дайындық кезеңі? Митоз. Интерфаза деп аталады. Мағжан, сізге де 13 сұрақ қойып үлгердік, оның үшеуіне дұрыс жауап беріңіз. Назерке, сізде де 1 минут уақыт бар. Бастайық. Жинақтық сан есімнің сұрақтары. Қанша нешеу? Дұрыс. Төле Әйтеке Қазбекбилер жасаған заң жобасы. 7 жарғы. Дұрыс. 1964-86 жылдары Қазақстанда кім басқарды? Керей. Қонаев. Шеңбердің центр арқылы өтетін қордасы қалай аталады? Келесі. Организмдер қандай жолдармен көбейеді? Митоз, миоз. Мұхиттық аралдардың табиғаты мен халқын зерттеген саяхатшы. Колумб. Маклай. Дене салмағы минимал болатын жер планетасының нүктесі. Келесі. Заттардың қандай агрегаттық күйлері бар? 3 агрегаттық күй бар. Газ, сұйық және де қатты. Дұрыс. Қандай қай деген сұрақтарға жауап беретін сөз табы? Сын есім. Дұрыс. Уақарт Бөгенбай толғауының авторы. Келесі. 1960 жылы Жас тұлпар ұйымының ұйымдастырушысы болған кім? Келесі. Векторлардың скаляр көбейтіндісі қандай жағдайда оң болады? Келесі. Қарттық туралы ғылым. Герпетология. Геронтология. Жер қыртысының қозғалмалы белдеулері. Келесі. Назерке, сізге 14 сұрақ қойып үлгердік, оның 4-еуіне дұрыс жауап беріңіз. Әділет, сізде де 1 минут уақыт бар. Қайталанып айтылатын одағайлар қалай жазылады? Сызықша арқылы. Дұрыс. Мағжан Жұмабаевтың 1912 жылы Қазан қаласына шыққан тұңғыш жинағы. Мен жастарға сенемін. Шолпан. Еуропа қауіпсіздігі және ынтымақтастығы ұйымының саммиті болған мерзім жыл. 2010 жыл. Дұрыс. Санның 2 ғана бөлгіші болса, ол қандай сан? Жай сан. Дұрыс. Жапырақтың суды буландыру үдерісі қалай аталады? Фотосинтез. Дүние жүзіндегі ең суы мол өзен? Амазонка өзен. Дұрыс. Электр қозғаушы күштің өлшем бірлігі? Ватт. Вольт. Вольт. Химиялық элементтердің периодтық жүйесін ашқан ғалым? Менделеев. Дұрыс. Дауыссыз дыбыстардың түрлерін ата? Қысыңқы. Үнді, ұяң, қатаң. Дұрыс. Дулат Бабатайұлының өмір сүрген жылдарын табыңыз? 18-ші ғасыр. 19-ші ғасыр. 1846-1945. Ғұндардың көк құдайы кім? Тәңір құт. Дұрыс. Қабылдаймыз. Әділет, сізге 11 сұрақ қойып үлгердік, оның 7-еуіне дұрыс жауап беріңіз. Арман, сізде де 1 минут уақыт бар. Дайын болсаңыз бастайық. Бірінші сұрақ. Сөздердің қосымшасыз орын тәртібі интонация арқылы тең дәрежеде байланысуы. Келесі. Эпос сөзі грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Баяндама. Баяндау. Дене жасушаларының бөлінуі неше кезеңнен тұрады? 4 кезеңнен. 3 кезеңнен. Векторлардың скаляр көбейтіндісі қандай жағдайда нөлге тең? Келесі. Австралияның байырғы халқы? Австралиялықтар, бразилиялықтар. Аборигендер. Қазақстан Республикасының ғылым академиясы қоғамдық бірлестік болып құрылған жыл? 1954. 2003 жыл. Алғаш рет электр тоғы түсінігін енгізген француз ғалымы? Ампер. Дұрыс. Атомдар бірігіп нені құрайды? Молекула. Дұрыс. Қазақ тілінің орфографиясы неше принципке негізделеді? 2. 3 принцип екен. Қорқыт ата кітабы қай дәуір әдебиетінің мұрасы ретінде қарастырылады? 7. Оғыз Қыпшақ дәуірі. Құрамында фосфоры бар биополимерлер қалай аталады? Келесі. Бөлімі алымнан кіші жай бөлшек қалай аталады? Жай. Бұрыс бөлшек деп аталады екен. Арман, сізге 12 сұрақ қойып үлгердік, оның 3-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Осымен бірінші кезең аяқталды. Кім қанша ұпай жинады екен? Экранға назар салайық. Құрметті қатысушылар, екінші кезең аламан деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге жалпы 30 сұрақ қойылады. Егер сұрақтың жауабын білсеңіздер, бірден алдарыңыздағы қоңырауды басып жауап берулеріңізде болады. Егер жауап дұрыс болмаса, келесі қатысушыларға жауап беру мүмкіндігі беріледі. Әрбір дұрыс жауап 1 ұпай болып саналады. Түсінікті болса бастайық. Екінші кезеңнің бірінші сұрағы. Заттың саналу ретін білдіріп, нешінші деген сұраққа жауап беретін сан есім?
Назерке. Реттік сан есім. Реттік сан есім қабылдаймыз. Мұхтар Әуезовтың көксерек әңгімесі немен аяқталады? Назерке. Бала өзінің қасқырын бақ қақты ғой. Сол кезде ол қасқырды бақ қаққан кезде ол соған барған кезде орманда оны кездестіріп қалады. Одан кейін ол баланың бетін, әлпетін нетіп қояды. Өзі жеп қояды. Өйткені ол аш қасқыр болатын. Соны барлығы көреді ауыл адамдары. Соны көргеннен кейін осы кезде бізде мақал бар ғой. Қасқырды бөріне қанша бақсаң да орманға қарап ұлиды деген. Осы жағдай орын алады. Баланың есімі кім еді? Өкінішке орай есімде жоқ. Құрмаш, иә? Иә. Өкінішке қарай Құрмаш мерт болды, иә? Қайтыс. Жақсы, қабылдаймыз. 1975 жылы Олжас Сүлейменовтің «Аз ия» кітабында талданған шығарма. Арман? Орфография және Семей несіндегі болған, Семей полигонда болған оқиға қатысты. Кітабында талданған шығарма деген болатын, иә? Басқа қатысушыларда жауап бар ма екен? Нақты бір шығармаға талдау жасалған екен. Қарсыластар жауап бар ма? Дұрыс жауабы Игорь жасағы туралы жыр шығармасына талдау жасалған екен. Келесі сұрақ. 1 сағатта неше секунд бар? Сәти? 3600 секунд бар. 3600 секунд бар екен. Организмнің жұмыртқа қабығынан шыққаннан кейінгі дамуы. Сәти? Постэмбриондық кезең деп аталады. Қабылдаймыз. Боинг ұшағын жасайтын қала. Әділет? Америка құрама штаттары, Сиэтл қаласы. Сиэтл қаласы, қабылдаймыз. Егер денеге әсер ететін тең әсерлі күш нөлге тең болса, дене тепе-тең күйде болады, ол Ньютонның бірінші заңы. Жақсы, Ньютонның бірінші заңы бар. Электрондардың энергетикалық деңгейлері 2, 8. Периодтарына байланысты анықталады. Сұрақты соңына дейін тыңдаймыз, иә? Келесі қатысушылар, сіздерге сұрақты толық оқып кетейін. Электрондардың энергетикалық деңгейлері 2, 8, 5 сандар қатарына сәйкес келетін атом. Мағжан? Фосфор. Фосфор, қабылдаймыз. Сәти, келесі сұраққа қатыспайсыз. Лексикалық мағынасынан айырыла бастаған сөйлемде зат есімдермен тіркесіп қолданылатын есім сөздер. Лексикалық. Арман? Үшін, тағы деген секілді сөздер ма? Қандай есім екен? Белгісіздік емес. Белгісіздік есім ба? Жоқ. Қарсыластар? Мағжан? Себеп салдар. Көмекші есім екен. Келесі бізде бейне сұрақ екен. Экранға назар салайық. Халық ұрпағы мен ұлттық тарих жылын мен Қазақстан Республикасының елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымға төрағалық қызметке кіріскен жылдарды қосып, арифметикалық ортасын тауып, сол жылы Қазақстанның тәуелсіздігіне қанша жыл толғанын ата. Түсінікті болды ма? Түсінікті. Тағы бір рет тыңдайсың. Тағы бір рет бола ма? Тағы бір рет тыңдасақ бола ма? Халық ұрпағы мен ұлттық тарих жылын мен Қазақстан Республикасының елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Европадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымға төрағалық қызметке кіріскен жылдарды қосып, арифметикалық ортасын тауып, сол жылы Қазақстанның тәуелсіздігіне қанша жыл толғанын ата. Арман? 2011 жыл болу керек, арифметикалық ортасы 1, тәуелсіздікке 20 жыл болды. Жауапты тыңдап көрейік. Жауабы 1998 жыл мен 2010 жылды қосамыз және 2-ге бөлгенде 2004 жыл шығады. Яғни Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 13 жыл. Келесі сұрақ. Қола дәуірін зерттеген Әлкей Марғұлан экспедициясының жұмыс жасаған уақыты қай жылдар? Мағжан? 60 жылдар. Қарсыластар? Нақты жыл керек. Әділет? 1947. 47, 48. 49.
Нақты дұрыс жауабы 1946-74 жылдар арасы екен. Ондық бөлшектерді қашан және кім ойлап тапқан? Ондық бөлшектерді қашан және кім ойлап тапқан екен? Жауап бар ма? Әділет? Үндістандықтар. Есімі керек, нақты ғалымның. Сол үндіс халықтары ғой. Аты жөні керек? Қарсыластар бар ма жауап нақты? Жоқ. Ондық бөлшектерді 14-ші ғасырда фламондық инженер Симон Стевин деген ойлап тапқан екен. Келесі сұрақ. Эмбриология ғылымының негізін қалаған ғалым. Мағжан? Қазір айтам. Көк емес. Карл фон Эрст басын. Карл фон Бен Эрст. Олмыз ба? Қарсыластар? Сәти? Карл Бер. Карл Бер. Қабылдаймыз. Қырғыздың атақты Манас жырын алғаш қағазға түсірген ғалым. Әділет? Шоқан Уәлиханов. Шоқан Уәлиханов қабылдаймыз. Келесі сұрақ. Сұйықтың қайнау температурасының сыртқы қысымға тәуелділігі. Қандай тәуелділік екен? Түсіндіріп берсеңіздер. Мағжан? Изобаралық. Жоқ. Қарсыластар? Ережесін айту керек, сипаттап беру керек. Қысқаша. Сұйықтың қайнау температурасының сыртқы қысымға тәуелділігі. Дұрыс жауабы, қысым неғұрлым артқан сайын соғұрлым қайнау температурасы артады. Тура пропорционалдық тәуелділік деп аталады екен. Келесі сұрақ, галогендер тобына жататын элементтер. Мағжан? Фтор, хлор, бром, йод, астат. Қабылдаймыз. Бәрекелді. Дағдылы түрде болатын, қайталанып жататын қимыл әрекетті білдіретін. Әділет? Матрица. Сұрақты соңына дейін тыңдаймыз. Келесі қатысушыларға оқып кетем. Дағдылы түрде болатын, қайталанып жататын қимыл әрекетті білдіретін етістіктің шағы не деп аталады? Мағжан? Осы шақ. Қандай осы шақ? Нақты осы шақ. Жоқ. Дұрыс жауабы ауыспалы осы шақ екен. Әділет, келесі сұраққа жауап бере алмайсыз, Махамбетке арналған Нарынқұл зауалы өлеңін жазған ақын. Махамбетке арналған Нарынқұл зауалы өлеңін жазған ақын. Арман? Мұхтар Шаханов. Мұхтар Шаханов, қабылдаймыз. Неолит дәуірі қамтитын уақыт. Сәти? Біздің заманымыздан бұрынғы 5-3 мың жылдықтар. Қабылдаймыз. Градус деген латын сөзі нені білдіреді? Мағжан? Бұрыш. Жоқ. Қарсыластар? Сәти? 100-ден бір бөлік деген, бөлшек деген. Мағынасы баспалдақ және қадам дегенді білдіреді екен. Мутация теориясын ұсынған ғалым. Сәти? Гуго де Фриз. Қабылдаймыз. Тау жүйелері мен жазықтар жер бедері түрлерінің морфометрлік жіктелуі бойынша қай түріне жатады? Тау жүйелері мен жазықтар жер бедері түрлерінің морфометрлік жіктелуі бойынша қай түріне жатады? Морфометрлік жіктеу бойынша тау жүйелері мен жазықтар қайсысына жатады екен? Жауап бар ма? Жауап жоқ. Дұрыс жауабы мегаформалар деп аталады екен. Келесі сұрақ. Жердің тартылыс салдарынан пайда болатын күш. Әзірге? Ауырлық күші. Ауырлық күш екен. Суда ерігенде немесе балқығанда электр тоғын өткізетін заттар. Электролиттер. Электролиттер қабылдаймыз. Шешендік сөздер композициялық құрылысына қарай қалай бөлінеді? Шешендік сөздер композициялық құрылысына қарай қалай бөлінеді? Арман? Шешендік сөздер 5-ке бөлінеді. Қандай екенін ұмытып тұрмын, оны орыс ғалымы біледі. Қарсыластардан сұрап көрейік.
Нақты дұрыс жауабы шешендік сөздер композициялық құрылысына қарай екіге бөлінеді екен. Пернелі сөз және термелі сөз деп бөлінеді екен. Келесі сұрақ. Абай жолының екінші кітабы қанша тараудан тұрады? Мағжан? 7. 7 тараудан тұрады екен. Намат сөзінің қазақша мағынасы? Көшпенділер. Көшпенділер қабылдаймыз. Миязин Нәруізінің қызметі? Нәруіздерді ыдырату. Лепеттерді нәруіздерді ыдырату. Жоқ, қарсыластар. Мағжан? Ол бұлшық етте пайда болады, бұлшық еттің жұмысын жақсартады. Негізі қызметі жиырылу қызметін атқарады екен. Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясын ашқан ғалым? Мағжан? Бутлеров. Бутлеров екен, қабылдаймыз. Келесі бізде фото сұрақ екен. Экранға назар салайық. Әділет? Бейімбет Майлин. Бейімбет Майлин екен, қабылдаймыз. Бәрекелді, осымен екінші кезең аяқталды. Өте тартысты кезең болды. Кім қанша ұпай жинады екен? Экранға назар салайық. Құрметті қатысушылар, мінекей үшінші кезеңге де келіп жеттік. Үшінші кезең жорға деп аталады. Бұл кезеңде сіздерге 6 ұяшық беріледі, әрқайсында 5 сұрақтан. Ұяшықты бірінші болып, екі кезеңнің қорытындысы бойынша ең жоғары ұпай жинаған қатысушы таңдайды. Бізде 15 ұпаймен алға шыққан Сәти екен. Бұлай болса, ұяшықты таңдаңыз. Үшінші ұяшық. Жақсы, желтоқсан оқиғасының батыры қандай ұлпа қалпына келмейді? Жер бетінде жалпы 2 сейсмикалық белдеу бар. Еліміз осы сейсмикалық белдеулердің қайсысына жатады? Дененің электрленгенін анықтауға арналған құрал, бейорганикалық қосылыстардың негізгі класстарын ата. Сіздерде 1 минут уақыт бар. Сәти, дайын болсаңыз, тыңдайық жауабымыз. Желтоқсан оқиғасы 1986 жылғы батырлар көп болды. Олардың ең көп еңбек сіңірген Қасым Қайсенов, Ләззат, Исабира. Қандай ұлпа қалпына келмейді? Тірек ұлпасы қалпына келмейді. Жер бетінде 2 сейсмикалық белдеу бар, тынық, мұхиттық және де Гималайлық. Қазақстан ол Гималайлығына жатады, және де ең көп сейсмикалық қауіптің астында болған. Дененің электрленгендігін анықтауға арналған құрал электрометр. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі 4 классы бар: қышқылдар, негіздер, тұздар және де оксидтер. Сәти, сіз 3-ші және 5-ші сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Бірінші сұрақтың жауабы бұл енді желтоқсан оқиғасы 1986 жыл болды ғой, Қайрат батыры деген сияқты Қайрат Рысқұлбеков мысалы атап өтуге болады. Сіз шатастырып қойдыңыз. Екінші дүниежүзілік соғыстағы батырларды атап қойдыңыз. Екінші сұрақтың дұрыс жауабы жүйке ұлпасы немесе нейрон екен. Ал 4-ші сұрақтың жауабы электроскоп екен. Екінші бізде 11 ұпай жинаған Әділет таңдайды. Бірінші ұяшық. Бірінші ұяшық. Буын үндестігі дегеніміз не? Жүсіп Баласағұнды танымал еткен шығармасы қалай аталады? Қарахандар дәуіріне жататын архитектуралық кесене. Функцияның иілу нүктесін қалай табамыз? Және фотосинтез кезінде оттегі қандай реакцияның нәтижесінде бөлінеді? Сізде 1 минут уақыт бар.
Уақыт бітті. Әділет, жауабыңыз тыңдайық. Буын үндестігі дегеніміз сөздегі буындардың үндесіп дұрыс айтылуы. Буын үндестігі ол орфоэпиялық емле бойынша буын үндестігі сол заңдылықты қарастырады. Қандай заңдылық ол, соны айта кетсеңіз? Сөздердің дұрыс, сөздегі буындардың дұрыс айтылуы буын үндестігі деп аталады. Түсінікті? Жүсіп баласағұнды танымал еткен шығармасы құтты білік, Қарахандар дәуіріне жататын архитектуралы кесене, Қарахан кесенесі, Айша бибі кесенесі, сосын Бабатша хатын кесенесі. Сол туралы не бар? Аңыз бар. Функцияның елу нүктесін қалай табамыз? Бірінші функцияны нөлге теңейміз. Соның түбірлері оның елу нүктесі болады. Ал максимум, минимум нүктелерін оны туынды тауып, соны нөлге теңейміз. Фотосинтез кезінде оттегі қандай реакция нәтижесінде бөлінеді? Фотосинтез өсімдіктерде күннің айналым жүреді, табиғаттағы айналым, күннің сәулесі жапыраққа түсіп, одан оттегі бөлінеді. Хлорофильдер мен хлоропласттар қатысады оттегі газын бөлуге. Жасушада. Әділет, сіздің 3 сұраққа жауабыңызды қабылдаймыз. Бірінші сұрақтың жауабы сөз ішіндегі дауыстылардың бірыңғай не жуан, не жіңішке болып келуі екен. Сол арқылы үндестік заңы пайда болады. Ал 5-ші сұрақтың нақты жауабы су фотолизі деп аталады екен. Қосақ қояқ. Үшінші бізде Назерке 2 кезеңнің қорытындысы бойынша 8 ұпай жинаған екен. Ұяшық таңдаңыз. 5-ші ұяшық. 5-ші ұяшық. Зарядталған денелердің өзара әсерін тексерген ғалым табиғи каучуктың отаны заттар мен құбылыстарды жинақтап атау үшін қолданылатын есімдік түрі. Әдеби шығармада сөз болатын басты мәселе шығарма мазмұнының негізгі арқауы. Аңыз бойынша Амазонка деген кімдер? 1 минут уақытыңыз бар. Назерке, уақыт аяқталды, жауаптарыңызды тыңдап көрейік. Бірінші сұраққа жауап жоқ. Екінші сұрақ табиғи каучуктың отаны Үндістан. Үшінші сұрақ заттар мен құбылыстарды жинақтап атау үшін қолданылатын есімдік түрі жинақтық есімдік. Төртінші сұрақ әдеби шығармаларда сөз болатын басты мәселе шығарма мазмұнының негізгі арқауы. Бұл автордың айтқысы келген басты ойы, яғни әдеби шығармадағы белгілі бір сюжетті барлығын осы автор сюжеттік желі бойынша, композициялық құрылым бойынша сол арқылы көрсетіп, өзінің ойын білдіргісі келеді. Ал енді 5-ші сұрақ аңыз бойынша Амазонка деген кімдер деген, ол Амазонка деген ежелгі кезде өмір сүрген тайпалар. Нақты қандай тайпалар? Жабайы көшпелі тайпалар. Назерке, өкінішке қарай 5 сұраққа да жауабыңызды қабылдай алмаймыз. Бірінші сұрақтың жауабы Кулон, екінші сұрақтың жауабы Бразилия, үшінші сұрақтың жауабы жалпылау есімдік екен. Төртінші сұрақтың жауабы тақырып екен, яғни негізгі арқау болатын сол шығарманың тақырыбы екен. Ал Амазонка деген бұл жауынгер әйелдер. Оның кинофильмінде көргенбіз. Амазонкалар туралы кинолар бар, байқасаңыз. Жақсы. Келесі бізде 2 кезеңнің қорытындысы бойынша 7 ұпай жинаған Мағжан. Ұяшық таңдаңыз. 4-ші ұяшық. 4-ші ұяшық.
Сөз ішіндегі бір сөзді бөліп айтатын екпін түрі, әдебиеттегі белгілі бір нәрсені шамадан тыс ұлғайта аса суреттеу тәсілі. Неолит дәуірінің басты жетістігі. Түрдегі даралар санының артуы, жаңа түрлердің популяцияның пайда болуы. Ла-Манш бұғазы қай елдерді бөліп жатыр? Сізде 1 минут уақыт бар. Уақыт, Ағжан, тыңдап көрейік. Бірінші сұрақтың жауабы буындық екпін. Екінші сұраққа жауап метафора. Үшінші сұрақтың жауабы садақ, жебе сияқты аң аулауға керекті құралдардың пайда болуы, сосын балық аулауда аудың пайда болуы, түрдегі даралар санының артуы, жаңа түрлердің популяцияның пайда болуы, ол эволюция. Ла-Манш бұғазы Англия мен Францияны бөліп жатыр. Үшінші және бесінші сұрақтың жауабын қабылдаймыз. Бірінші сұрақтың жауабы о екпін екен, екінші сұрақтың жауабы гипербола, ал төртінші сұрақтың жауабы биологиялық прогресс екен. Келесі бізде 4 ұпаймен Арман екен. Ұяшық таңдаңыз. 6-шы ұяшық. 6-шы ұяшық. Тіршілік өздігінен пайда болды деген теорияға қарсы шыққан ғалым, Ресейдің жалпы аумағынан тысқары орналасқан облысы, қозғалыстың шапшаңдығын және бағытын сипаттайтын физикалық векторлық шама. Алюминийді таза күйінде алғаш алған ғалым. Мақал-мәтелдер құрылымдық жағынан неше топқа бөлінеді? 1 минут уақыт. Арман, уақыт. Жақсы. Тіршілік өздігінен пайда болды деген теорияға қарсы шыққан ғалым Чарльз Дарвин болуы мүмкін, мен нақты білмеймін. Ресейдің жалпы аумағынан тысқары орналасқан облысы атауын білмедім, бірақ Европа жақта орналасқандығын білем. Қырым болмаса енді білмедім. Қозғалыстың шапшаңдығы және бағытын сипаттайтын физикалық векторлық шама жылдамдық болу керек. Қателеспесем, алюминийді таза күйінде алғаш ашқан ғалым. Мұны да естіген. Бірақ есімде қалмапты өкінішке орай. Мақал-мәтелдер құрылымдық жағынан неше топқа бөлінеді? 2 топқа бөліну керек, қателеспесем. Үшінші және бесінші сұрақтың жауабын қабылдаймыз. Бірінші сұрақтың жауабы Франческа Рейди екен. Екінші сұрақтың жауабы Калининград. Төртінші сұрақтың жауабы Веллер деген ғалым екен. Осымен үшінші кезең аяқталды. Кім қанша ұпай жинады екен, экранға назар салайық. Құрметті қатысушылар, соңғы 4-ші кезең, осы кезеңде барлығы шешілуі тиіс. Қазақ қазынасы деп аталады.
қазақы салт дәстүрден, шешендік сөздерден, мақал мәтелдерден және әдеби шығармалардан сұрақтар болады. Сұрақтың жауабын білсеңіздер, тетікті басып жауап бересіздер. Егер жауап дұрыс болмаса, келесі қатысушыларға мүмкіндік беріледі. Әрбір дұрыс жауап бір ұпай болып саналады. Жақсы. Төртінші кезеңнің бірінші сұрағы. Төле биді әділдігіне, парасаттылығына қарап қалай атаған? Мағжан? Қарлығаш би, Қарлығаш әулие. Дұрыс, қабылдаймыз. Салт дәстүр қандай мұра дейді? Сәти? Ата бабаларымыздан қалған тарихи мәдени мұра болып есептеледі салт дәстүр. Қабылдаймыз. Келесі сұрақ, мақал мәтелді жалғастырыңыз дейді. Бұлан айдан үлкен тау болмас. Бұлан айдан үлкен тау болмас. Мағжан? Каспийдан үлкен көл болмас. Келеді екен. Қарсыластар? Сәти? Толағайдан үлкен дау болмас. Бұл да келетін сияқты, бірақ бұланнан үлкен аң болмас екен. Бір жауабы. Сірге жияр деген қандай дәстүр дейді? Басын Сірге жияр. Мағжан? Биенің ағытар кезіндегі бірінші беретін қымызы ма? Үлкен кісілерге. Иә, толықтырып айта кет. Мысалы, ауылдағы әжелерге, аталарға бие енді берген қымызын береді. Жоқ, нақтырақ айта кетші, қай уақытта болады бұл? Қай уақытта? Бие құлын бергеннен кейін ба? Қарсыластар? Сәти? Күзде биені су алмастан бұрын, соңғы қалған қымызды көршілермен бөлісіп ішуді сірге жияр деп айтады. Иә, яғни ақырғы қымыз. Ең соңғы шлем. Келесі сұрақ, төрт түліктің атасын атаңыз. Әділет? Сиыр атасы Ойсылғара, жылқы атасы Қамбар ата, қой атасы Шопан ата, түйе атасы Ойсылғара. Сонда? Ешкі атасы Сексек. Түйе мен сиырдың атасы бір болып кетті ме? Жоқ, Ойсылғара түйенікі, сиырдікі, Ойлануға мүмкіндік берейік. Қалған төртеуін атадың. Ешкімде қоспайды атсын. Сиыр атасы Зеңгі баба. Зеңгі баба, иә. Қабылдайық, иә? Жақсы, қазақтың ат әбзелдерін айтып шығыңыз. Әділет? Ер-тұрман ат әбзелдері, ол атқа міну үшін қазақтардың ойлап тапқан, ең алғаш ойлап тапқан құрал жабдықтары ат әбзелдері. Ер-тұрман ең бірінші атқа жайлы отыру үшін ер-тұрман оның астына терлік салады, себебі жылқының арқасына батпау үшін. Ол киізден жасалады, содан кейін үзеңгі, ол атта нық отыру үшін үзеңгіні ойлап тапқан. Ал басқару құралы жүген, ал ауыздық болады. Басқару құралдары жүген мен ауыздық. Жақсы, қабылдаймыз. Барлығын бірдей атай кетейін. Ер, тоқым, өмілдірі, құйысқан, үзеңгі, айыл, пыстан, жүген, ноқта, көпшік, шылбыр, қамшы деп кете береді екен. Әділет, өзің ат қотырасың ба? Бәрекелді. Тамаша, қабылдаймыз жауабымды. Көбі деген не? Сәти? Қымызды ашыту үшін ішіне сүт құйылып, сол қымызды араластырып отыратын арнайы құрал, оны үйдің ішінде қояды. Киіз үйдің ішінде тұрады. Жақсы, қабылдаймыз. Қазір мен бір шығармадан үзінді оқимын. Қандай шығарма екенін табуларыңыз тиіс. Ашаң салқын жүзді қаражан бұл күнде кексе тартқан. Ал мәніке бұндай емес. Толық, қара торы, бұғақты келбетті әйел. Ақылды қоңырғай көзінде үнемі жинақы от бар.
көтеріңкі шолақтау, сәл домалақтау біткен мұрны мен үнемі кекесінге әзір ажарлы ерінде ек бұғағында бұл әйелдің көпшіліктен бөтендеу ірілігі, салмақ, тәкаппарлығы танылады дейді. Қаражан, Мәніке деген кейіпкерлері бар шығарма. Арман? Ғабит Мүсіреповтің ұлпаны емес пе? Қателестіңіз. Екеуіңіз бірге басып қалдыңыздар. Қайтадан көрейік, қарсыластар? Қамар сұлу. Ал? Қамар сұлу. Жоқ. Абай Құнанбаев. Ой, Абай жолы, Мұхтар Әуезов. Мұндай жағдай бірінші рет болып отыр. Назерке, Әділет бірдей екі қатысушы басып қалды, бірақ Назерке дұрыс жауабын бере алмады, Әділет дұрыс жауап беріп отыр. Енді қабылдасақ болады деп ойлаймын. Келесі сұрақ. Бақан деген не? Әділет? Қысқы соғым сойғанда етті іліп кептіретін арнайы құрал. Ол үлкен ағаштан жасалады. Оны іліп, астына от жағып, етті сүрлейді. Соған еттерді түрлі іліп қояды. Сәл басқаша екен, дұрыс жауабы. Басқа да мағына білдіреді. Басқа да мағынасы. Сәти? Екінші. Бақан деген ол үлкен ағаш болады. Мысалы, алты бақанның ағаштары, яғни алты бақан бекітілетін ағаштарды бақан деп атайды. Мұнда берілген дұрыс жауабы киіз үй тіккенде шаңырақты көтеруге, үзіктер мен түндікті көтеріп жабуға пайдаланылатын ұзындау келген ағаш бақан деп аталады екен. Келесі сұрақ. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп, қызмет еткін деп кім айтқан? Төле би. Қателестіңіз, қарсыластар? Арман? Әлихан Бөкейханов. Дұрыс жауабы Бауыржан Момышұлы екен. Табалдырық аттау деген ұлттық дәстүрі түсіндіріп беріңіз. Сәти? Табалдырық аттау деген ол келін түскен кезде, үйге жаңадан келген кезінде, оны үлкен әжелер үстіне орамал тағып, бірге табалдырық аттатады. Яғни, ең алдымен оған табалдырықты оң аяғымен аттау керек, үйге береке алып келсін деген. Яғни, үйге алғаш рет кіргендегі жасалатын қадамды табалдырық аттау деп айтады. Оған қоса, жаңа келін кірген кезде оған отына май құйып, үстіне алдына күріш жасады деген дүние болады. Табалдырық аттатқан кезде. Бұл сұрақты да дұрыс деп айтуға болады, бірақ табалдырық аттау деп нақты аталатын дәстүрдің түрі сәл басқашалау екен біздің қазақта. Әрине, келін түскен кезде табалдырықтан аттап кіретін шығар, бірақ нақты табалдырық аттаған кезде арнайы жасалатын оның бір дәстүр түрлері бар екен. Қарсыластар, жауап болса? Жауап бар ма? Негізі керісінше екен, ұл жақтың адамдары қыз жаққа құда түскенде, қыздың жеңгелері құдаларды үйге кіргізбей, табалдырық аттатпай тосып алады екен. Осы жерде табалдырық аттар бер деп кәде сұрайды екен. Яғни, сый сияпатын қаржылай дегендей әзірен ақша береді ғой. Солай кәдесін беріп қана үйге кіреді екен. Дайындалып келген құдалар көйлек көншек, не ақша беріп, табалдырық кәдесін өтеп барып үйге кіреді екен. Сондай дәстүр бар екен. Келесі сұрақ. Түйенің үстінен аттату немесе түйе жүнін тұтату ырымы қай кезде жасалады? Назерке? Егер отбасыда келін түскен кезде ол аяғы ауыр бола алмай жүреді ғой, сол кезде осы сондай түйелерден өткізіп нетіп, соны ары қарай ырымдайды солай бір жағынан. Назерке, жақын келдіңіз, бірақ жауабы толықтыруға болады. Толықтырып қой. Мысалы, енді егер толықтыра кететін болсақ, яғни түйеден сол кезде өткізу, ол сол үйге отбасыға жаңа бала, жаңа сәби алып келсін, немесе басқа да құт берекесі келсін деген мағынада. Сәл қателестіңіз әзірге, қарсыластар. Сәти? Егер де бір адамға көз тиген болып есептелетін болса, сол көзді алып тастау үшін оны түйеден аттатқан. Біле жүріңіздер, бұл түйенің үстінен өткізу немесе жаңа жүнін тұтату дегеніміз, егер әйел адамның жүктілігі 9 айдан ұзаққа созылып кетсе, бұл енді қазақта айтып жатады ғой, түйенің үстін мысалы шұбат ішіп қою мүмкін деген сияқты әртүрлі себептермен жүктілік мерзімі ұзарып кетуі мүмкін. Сондықтан
сол кездерде ырымдап түйенің астынан өткізеді екен, немесе жүнін тұтатып ырым жасайды екен. Келесі сұрақ: қан сонарда бүркітші шығады аңға? Ол Абайдың 1909 жылы оның ақындығын көрсеткен ең алғашқы өлеңдерінің бірі. Осы өлең шыққаннан кейін Абайды ақын ретінде мойындаған болатын. Өзіңіз білесіз бе өлеңді? Бір-екі жолын. Жақсы. Қабылдаймыз жауабыңызды, иә, Абайдың өлеңі. Келесі сұрақ: атұстар деп кімді айтады? Әділет? Атұстар дегеніміз ол елді басқаратын ел ағалары. Атұстар елді басқаратын адам деп. Қазақ кімді айтқан екен? Атұстар азамат дейді ғой. Апталдай. Қарсыластар? Билік басында. Қазақтар бұрынғы кезде көшіп жүрген, көшпелі халық болған кезде сол көштің басын бастаушы адамды атұстар деп атаған. Нақты атауы атұстар деп ұл баланы айтқан екен. Атұстар дүниеге келді деген сияқты ұл баланы атұстар деп атаған екен. Қазақ жиен деп кімді айтады? Әділет? Жиен деп, мысалы, бір үйдің қызы болса, сол қыз үйленіп, бала шағасы сол жұртқа жиен болады. Оның балалары. Сізге кім жиен болады сонда? Менің анамның, менің тәтемнің, мысалы, тәтем болса, соның балалары маған жиен болады. Тәтемнің, әпкемнің балалары саған жиен болады екен. Тамаша, қабылдаймыз. Қазақ қолының жымысқысы бар деп кімді айтады? Арман? Ұры адамдарды ма? Иә. Ұрлықшы адамдарды айтады екен. Қорықтық құю деген не? Арман? Қорытып құю дегеніміз жерден белгілі бір қазбаны өндіріп алып, оны ертіп, одан кейін бір қалыпқа құю деген. Сол ғой, қорытып құю деген. Бұл жерде нақты дәстүрді айту керек. Қорқытты қазақ не үшін құйған екен? Ендеше білмеймін. Атауынан айтып тұр, қорқыттық деп. Белгілі бір оқиғаның алдында ата-әжелер қорғасынды ертіп, адамның үстіне сенің берекең болсын деп құйғаны. Сол қорқыттық құю. Қорғасынды майға ертіп, адамның үстіне ұстап құйғанды қорқыттық құю деп атайды. Сәл жақын келдіңіз, бірақ бұл қазақ бұны емдеу ретінде қолданған екен. Әсіресе қорқыттық құю қорыққан баланы емдеу үшін жасалатын ырым екен. Бала шошып ояна берсе, қорғасынды ертіп, оны баланың төбесіне не алдына ұстап тұрып, табақтағы суға құяды екен. Сол кезде бала неден қорықса, соның бейнесі шығады деп есептелген екен. Бұл дәстүрді әлі күнге дейін жасайтын кісілеріміз бар. Сонымен төртінші кезеңнің соңғы сұрағы: тексізден тезек артық, арсыздан айуан артық деп кім айтқан екен? Әділет? Әйтеке би. Қателестіңіз. Арман? Төле би. Бауыржан Момышұлы айтқан екен. Бәрекелді, құрметті қатысушылар, осымен 4 кезеңді де аяқтадық. Сонымен кім қанша ұпай жинады екен, кім бас жүлдеге қол жеткізді екен, сәлден кейін білеміз. Қадірлі көрермен, Жетісу телеарнасының төл жобасы Зерде интеллектуалдық бағдарламасының биылғы маусымы өз мәресіне келіп жетті. Мінекей облысымыздың әр аймағынан келген 45 оқушы биылғы маусымға қатысты. Солардың ішіндегі ең үздіктері 5 мектеп бітіруші түлектер, 5 білімді жас бүгінгі финалға шығып отыр. Қазір енді 4 кезеңнің қорытындысы бойынша енді жарыс болғаннан кейін жеңімпазда болу керек. Біріңіз жеңімпаз болдыңыздар, біріңіз екінші, үшінші дәрежелі сыйлықтарға ие болдыңыз. Қатысушыларымызды марапаттау үшін осы бағдарламамыздың ұйымдастыруына атсалысқан Жетісу дарыны оқу әдістемелік орталығының әдіскері Ақмарал Ақиық қызын шақырамыз. Және Жетісу телеарнасының директорының бірінші орынбасары Досан Қызайбекұлын шақырамыз. Енді құрметті қатысушылар,
бүгінгі мына ақтық мәреге қатысып отырғандарыңыздың өзі 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар болып, осы өткен бағдарламалардың барлығынан озып шыққан сіздердің барлықтарыңыз бүгінгі жеңімпазсыздар. Сондықтан да осы бүгінгі өткен сын сіздердің тек қана бір кішкентай өмірдегі сындарыңыз болсын. Алдағы уақытта бірыңғай ұлттық тестілеу тұр. Сол жерден сүрінбей өтіп, жақсы бір армандаған оқуларына түсіп, бір жақсы маман иесі болуларына тілектеспін. Рахмет. Досанова. Құрметті оқушылар, мынау Жетісу телеарнасы бізде осымен кезекті бір маусымын мәресіне жеткізіп отыр. Бұл деген біздің мынау шәкірттердің, мектеп түлектерінің арасында жылда өтіп тұратын хабарымыз. Енді кейінгі 2 жылда өздеріңіз білесіздер, мына пандемияға байланысты сіздердің қатарларыңыз кішкене азайып қалды, бірақ біз бұғанға дейін 96 оқушымен кәдімгідей сонау күзден бастап мамыр айына дейін өткізетінбіз. Енді осында келіп, осы жерден өздеріңіз құсап, ақтық сынға келіп өздерінің сый-сияпатын алып кеткен бізде бірнеше оқушы қазір студент атанып, өздерінің жаңағы көздеген мақсатына, діттеген арманына жетіп отырып, сіздерге де біз ақ жол тілейміз. Мынау енді осы жерге ақтық сынға, финалға келудің өзі үлкен жетістік. Шынымен де жаңа апайларың айтып кеткендей, 100-ден жүйрік, 1000-ның ішінен суырылып шығып, мынау кілең жүйріктердің арасынан қамыс салдырмай алға шығып кетулерінің өзі үлкен жетістік. Сондықтан осындай бір сайыстарда ғана емес, жалпы өмірде де озық болуларыңа, биіктерден көрінулеріңе тілектеспіз. Енді бұл мектептен кейін жоғары оқу орнына түсінесіңдер. Оны аяқтағаннан кейін халыққа, елге қызмет ететін бір үлкен азамат болуларыңызға біз шын жүректен өзіміз тілектеспіз қашанда. Енді олай болса біз марапаттау рәсімін бастасақ? Әрине. Көп-көп рахмет тілектеріңізге, лебіздеріңізге. Енді біздің қатысушыларға Жетісу телеарнасынан шағын естелік сыйлықтарымыз бар. Рұқсат болса, бірінші осы сыйлықтарымызды тапсырайық. Бәрекелді. Қол шапалақтап. Құтты болсын. Жетісу телеарнасымен бірге болыңыздар. Олай болса, алғыс хат оқушылардың арасында білімнің салтанат құруы, сананың ашықтығы мен бәсекеге қабілеттілікті насихаттау мақсатында ұйымдастырылған зерде зияткерлік ток-шоуына белсене қатысқан үшін Арман Жарылқасын марапатталады. Бәрекелді. Және де осы Арманға біздің ынталандыру сыйлығымыз ол планшет. Әзірге мынау сертификат түрінде, кейін өзім береміз. Бәрекелді. Құтты болсын. Тура сол мәтінде, алғыс хат оқушылардың арасында білімнің салтанат құруы, сананың ашықтығы мен бәсекеге қабілеттілікті насихаттау мақсатында ұйымдастырылған зерде зияткерлік ток-шоуына белсене қатысқан үшін Назерке Смағұл марапатталады. Назерке Смағұл Сарқан ауданынан келіп отыр. Бәрекелді. Құтты болсын, Назерке. Құтты болсын. Ал енді барлығы бір алаңдап тұрған, кімнің қай орын алды екен деп тұрған сәті. Олай болса, тура сол мәтінді қайталап оқымай-ақ қояйын. Осы ұйымдастырылған зерде зияткерлік ток-шоуында 3-ші орынға ие болған Мағжан Төлепбек марапатталады. Мағжан 12 ұпай жинады. Және де тек қана алғыс хат емес,
Мағжан осы үшінші орын алып ток-шоуға қатысқаны үшін 500 мың теңге марапатқа ие болып отыр. Құтты болсын тағы да. 500 мың теңге құтты болсын. Алғыс хатпен және екінші орын иегері Әділет Шәден марапатталады. Және сертификат 1 миллион теңге. Тағы да бір мәтінді қайталап оқып жүрейін. Оқушылардың арасында білімнің салтанат құруы, сананың ашықтығы мен бәсекеге қабілеттілікті насихаттау мақсатында ұйымдастырылған Зерде зияткерлік ток-шоуында бірінші орынға ие болған Сәти Шерқұлова марапатталады. Қарасай ауданы. Және де 2 миллион теңге сертификаттың иегері атанды. Құтты болсын. Ал бәрекелді. Тосын. Және Сәти қызымызға осындай керемет бір естелік сыйлық Зерде интеллектуалдық бағдарламасынан бірінші орын алған үшін. Ол шапалақтаңыздар, қуанбай тұрсыздар. Құрметті Зерде интеллектуалдық бағдарламасының қатысушылары, құрметті мектеп бітіруші түлектер, сіздерге осы біздің бағдарламамызға келіп қатысқандарыңыз үшін бірінші кезекте алғыс білдіреміз. Әрине, үлкен сайыс болды, 45 оқушының арасында финалға шығып, осындай үлкен жүлдеге ие болып отырсыздар. Сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Алда сіздерді үлкен сын күтіп тұр, ол жоғарғы оқу орнына түсуі деген мақсатта ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысасыздар. Сол үлкен сынақта да біз сіздерге осындай жеңістер тілейміз. Жүлделеріңіз құтты болсын. Осы алған сый-сияпаттарыңыз игіліктеріңізге жарасын деп тілейміз. Қадірлі көрермен, бірнеше ай бойы сіздер де бізбен болғандарыңыз үшін алғыс білдіреміз. Зерде интеллектуалдық ток-шоуында 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпарды бірге анықтадық. Енді келесі жылы да бұл жобамыз жалғасады деген үміттеміз. Жетісу телеарнасы қосулы болсын. Амандықта, саулықта жүздескенше оқып жүрейік, зердемізге тоқып жүрейік.